Сәлем достар, келесі сабақ бөліміне қош келдіңіздер. Және біз бүгінгі сабақта осы видеокарта таңдау және де оның кейбір көрсеткіштеріне тағы да назар аударамыз. Енді біз алдыңғы сабақта осы видеокартаның біраз бөлшектерін, сондай-ақ видеокартаның өзін жалпы талдау жасадық. Енді бүгінгі сабақта біз видеокартаны қалай таңдаймыз және дүкендерде берілетін басқа да көрсеткіштері не мағына береді деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ол үшін біз орта деңгейдегі процесс, яғни видеокартаны, сондай-ақ жоғары деңгейдегі видеокарталарды салыстырамыз. Атап айтатын болсақ, мысалы 12 000 теңге көлемінде сатылатын Gigabyte компаниясының құрастырып шығарған GeForce GT 232 гигабайт көлемдегі ойынға арналған видеокартасы, сондай-ақ 35 000 теңгеге сатылатын MSI компаниясы құрастырып шығарған Nvidia GeForce GTX 750 Ti нұсқасын, сондай-ақ ең қымбат нұсқаларының бірі, мысалы Sapphire AMD Fire Pro W9100 видеокарталарын салыстырамыз. Енді бұның бағасы 600 000 теңге көлемінде екен. Және осы видеокарталарды бір-біріне не айырмашылығы бар, және де олардың бағасына, сондай-ақ кейбір көрсеткіштері не мағына береді деген сұраққа осы сабақта жауап іздеп көрейік. Олай болса, біз алдыңғы сабақта қарастырған MSI компаниясының шығарған соңғы тауары, яғни мынандай видеокартаны қарастырдық және оның құраушы бөлшектерін, сондай-ақ процессор, видеожады, тағы да басқа бөлшектерін қарастырдық. Енді осы видеокартаны мысалы дүкеннен сатып алу барысында бізге берілетін мағлұматтар қандай деген сұраққа бірінші жауап іздеп көрейік. Яғни бірінші бұл жерде көретініміз видеокартаның атауы, және видеокартаның атауы бізге бірнеше мағлұмат беруі мүмкін. Яғни бұл жерде бірінші келетіні MSI Computer Corporation дейді. Яғни бұл видеокартаны ағымға шығаратын, саудаға шығаратын компания ол MSI компаниясы. Демек, видеокартаның соңғы нұсқасын осы MSI компаниясы құрастырып шығарған деуге болады. Одан кейінгі көретініміз бұл жерде Nvidia GeForce GTX 750 Ti дейді, және Gaming деген қосымшасы бар екен. Яғни бұл процессорды өндіруші компания. Біз алдыңғы сабақта айтып кеткендей, бүгінгі таңда видеокартаның процессорын шығарушы екі ірі компания бар. Оның біріншісі Nvidia және екіншісі мысалы AMD-ді айтуға болады. Енді бұл жерде көретініміз осы құрастырушы компания Nvidia екенін көреміз, және процессордың GeForce GTX 750 Ti деп аталынатын, яғни 700 сериядағы процессордың түрін көреміз. Одан кейін көретініміз бұл жерде API дейді, яғни бұл Application Programming Interface. Енді бұл не бағдарлама және де не үшін қолданады деген сұраққа кішкене таныстырып кетуге болады. Application Programming Interface бұл компьютерлік программалау саласында осы бағдарламаларды жасақтау, яғни программалық бағдарламаларды жасақтау және оны құрастыру үшін арнайы қажетті құралдар мен протоколдардың жиынтығы деп мағлұмат берілген екен. Яғни осы қарапайым тілмен айтатын болсақ, кез келген демейміз, осы белгілі бір компьютерлік программаларды, яғни программалық жабдықтарды жасақтау үшін құралатын протоколдар, яғни құралдар, соның жиынтығын Application Programming Interface дейді. Енді Application Programming Interface осы API, яғни бағдарламасының екі нұсқасын жиі кездестіруге болады. Оның бірінші DirectX нұсқасы және екіншісі OpenGL. Енді бұл жерде DirectX не дегенге тағы да Википедия парақшасына сілтеме жасауға болады, және осы жердегі мағлұматты оқып кетейік. Бұл жерде бірден байқайтынымыз Microsoft DirectX дейді, яғни бұны көбіне жасаушы және де бұны құрастырып қолдаушы компания Microsoft компаниясы болып табылады. Және Microsoft DirectX деп отырғанымыз бұл Application Programming Interface дейді, яғни бұл осындай арнайы бағдарлама, және ол осы Microsoft платформасында ойынды, сондай-ақ видео бағдарламаларды жүргізуге арналған API дейді. Яғни бұл ойынды, сондай-ақ видео бағдарламаларды жүргізуге арналған Microsoft компаниясының арнайы бағдарламасы. Енді сол бағдарламаның бүгінгі таңда 11-ші нұсқасы, одан кейін 12-ші нұсқасы соңғы нұсқалар болып есептелінеді. Соның ішінде бұл видеокарта 11.2 нұсқасына дейін қолдайды деп жазған екен. Және де OpenGL соның ішінде 4-ші нұсқасын қолдайтын бұл жерде бізге мысал ретінде келтіріліпті. Енді төмен жағында максималды экран ажыратылымдығы дейді, яғни максимальное разрешение экрана немесе Maximum Screen Resolution ағылшын тілінде айтып жатады. Және бұның біз көп жағдайда осы видеокартаның процессоры, сондай-ақ видеокарта жадына байланысты болатынын алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. Және бұл жерде көретініміз 2560-ға 1600, яғни өте жоғарғы деңгейдегі көрсеткіштерді көрсетіп тұрғанын байқаймыз.
Енді технология дейді, және бұл жердегі технология деп отырғаны, мысалы, осы видеокартаның қолдайтын технологиялар қандай деген сұраққа келуі мүмкін. Ол үшін Nvidia компаниясының ресми сайтына келейік, және осы жердегі мысал ретінде алынған видеокартаның қолдайтын технологияларын қарастырайық. Және бұл жерде көретініміз жоғарғы деңгейдегі кескінді шығару өңдеу дейді, яғни Advanced Rendering. Сондай-ақ CUDA Architecture, CUDA технологиясы, бұл технологиямен алдыңғы сабақта кішкене танысқан болатынбыз. Және байқайтынымыз G-Sync, сондай-ақ Multi-GPU, және төмен қарай түсетін болсақ, бұл жерде бірнеше технологияның бар екенін байқаймыз. Жалпы бұл видеокартаның бірнеше технологияны қолдайтынын көреміз. Алайда бұл сабақта осы технологияның барлығын жеке қарастырып талдамаймыз. Жалпы бұны көп қолданушы енді қажеттілігіне қарай іздестіреді және қажеттілігіне қарай пайдаланады. Және бұл жерде осы видеокартаның процессор жиілігі берілген екен. Процессор жиілігі бұл жерде 10-85 МГц деп алынған екен. Және де басқа кейбір тағы да қосымша жағдайларда оның өзгеретінін байқаймыз. Енді одан басқа осы видеокарта жадын көрсетеді. Бұл жерде 2 гигабайт екенін байқаймыз. Және видеокарта жадының типі ол бізде GDDR5 нұсқасы, яғни соңғы нұсқаларының бірі болып келеді. Сондай-ақ жадының шина разрядтылығы қандай дейді? Бұл жерде 128 бит екенін байқаймыз. Тағы бұдан төмен биттер, сондай-ақ одан да жоғары биттерді кездестіруге болады, яғни 256 немесе 384 деген сияқты нұсқалары. Біз оны алдыңғы сабақтарда қарастырған болғанбыз. Және де бұл жерде келесі көретініміз осы видеокарта жадының жиілігі, яғни видеокартаның өзінің жиілігі қандай екенін жазған екен. Бұл жерде 1350 МГц келтіріліпті, яғни жоғары жылдамдықта жұмыс істейтінін байқаймыз. Енді бұл видеокартаның интерфейсі қандай деген сұраққа келетін болсақ, бұл жерде PCI Express 3-ші нұсқасы қолданылады дейді, яғни PCI Express X16 соның 3-ші нұсқасы. Яғни бұл видеокартаның коннекторы өте жоғары жылдамдықта байланысты жұмыс жасайды. Енді одан кейін көретініміз осы видеокартаның қолдайтын порттары, яғни шығару порттары қандай екенін жазыпты. Бұл жерде 3 портты байқаймыз, яғни HDMI порты, сондай-ақ VGA порты және DVI-D порттары. Енді төмен қарай түсетін болсақ, бұл жерде оның қолдайтын монитор саны бұл жерде 2 деген екен. Сондай-ақ салқындату, яғни салқындату қандай деген сұраққа келетін болсақ, бұл жерде біз 2 вентиляторды көре аламыз, яғни салқындатқыш кулерлер. Одан кейін бұл жерде қорек көзі, яғни бұл видеокартаның талап ететін қолданатын қорек көзі қанша екенін жазған екен. Бұл жерде 60 Вт деп жазыпты. Сондай-ақ жалпы дербес компьютердің қорек көзі 500 Вт болғаны қажет депті. Енді бұл видеокартаның қолдайтын операциялық жүйелері де келтірілген екен. Ол 7, 8, яғни 8-ші, 7-ші Windows-ның операциялық жүйелері. Енді көріп отырғандарыңыздай 35 мың теңгелік видеокартаның көрсеткіштері, былайша айтқанда, өте тамаша көрсеткіштер, алайда кейбір жағдайда болады. Бұл кейбір қолданушыларға, сондай-ақ аса жоғары деңгейдегі қолданушыларға аз болуы мүмкін, немесе орта деңгейдегі қолданушыларға әбден жетіп жатуы мүмкін. Олай болса, жалпы осындай берілетін мағлұматтар әртүрлі видеокартада әртүрлі болады. Сондай-ақ біз видеокартаны қалай таңдаймыз деген сұраққа ары қарай жауап беріп көрейік.